Баршаларыңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен мен Айжан. Осындай зефир дайындадым. Сіздер де жасап көріңіздер. Ол үшін алдымен бізге қажетті заттар: ыдысымызға қантымыз бен суымызды салып, содан соң дүкенде дәмдеуіштер сататын бөлімінде осындай агар қажет болады. Соны алып, ыдысқа бір келкетіп араластырып аламыз. Желатин қолдануға болмайды, тек агар осылай жақсылап араластырып аламыз. Бір келкі болғанша. Енді бізге алма езбесі қажет болады. Мен қолдан істедім, сіздер өздеріңіз дайын түрін алсаңыздар болады. Жақсылап миксерлап аламыз. Содан соң ақуызымызды алып қосып, жақсылап тағы да миксерлаймыз. Ал жаңағы агар қантымызды пешімізге қойып, үнемі араластырып отыратын болып қайнатамыз. Шамамен 3-5 минуттай. Осылай сұйық болу қажет. Жақсылап араластырып отырып, миксерлап отырған жаңағы алма езбесі мен ақуызымызға сұйық қылып құямыз. Тоқтатпай араластырып, миксерлайтын боламыз. Бұл кезде тоқтатпау қажет, себебі ыстық агар тоқтамай миксерлаймыз. Бұл массамыз үлкейіп, көлемі де үлкейеді және түсі де ағарады. Ұзақ, шамамен 10-15 минуттай миксерлайтын боламыз. Бұл рецепттің толық нұсқасын описание бөлімінде қалдырып кететін боламын. Асықпай сол жерден сақтап жасасаңыздар болады. Не себепті алма езбесін қосамыз? Себебі оның құрамында пектин бар. Біздің зефиріміз формасын ұстап тұру үшін. Және осы массаға мен пищевой краситель қостым. Сіздер қоспасаңыздар да болады. Мен көк тұзын қостым. Жақсылап тоқтатпай миксерлаймыз. Әбден бір келкі масса болғанша. Содан соң пергаментімізді төсеп, кондитерлік мешогымызға насадкамызды салып, осылай зефир түрін жасайтын боламыз. Асықпай сығып, содан соң осындай форма беретін боламыз. Бұл зефирді осылай жасағаннан кейін шамамен 4-5 сағат бөлме температурасында ол кебуі қажет. Әбден кепкен соң зефиріміздің бетіне сахарный пудрамызды ситадан өткізіп себеміз. Менікі міне кебу шықты. Содан соң осылай сахарный пудра сеуіп, екі бөліктерін бір-біріне жабыстырып алатын боламыз. Міне, бір бөлігі екінші бөлігіне жабыстырамыз. Және де сахарный пудраға малып алсаңыздар болады. Міне осылай болып шығады. Жасап көріңіздер. Бұл аз ғана мөлшер заттардан көп зефир шығатын болады. Егер де сізге менің видеом ұнаса, лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Сіздермен болған мен Айжан.